Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ТМД және Қазақстан Республикасының көлік үрдістерін жасау тәртібі мен мазмұны және ерекшеліктері. Бүгінгі дәрісіміздің негізгі мақсаты осы көліктердің үрдісін біздің елімізде және басқа да елдерде қалай жасалады, оның мазмұны неде, олар осы жасалу жағынан қандай ерекшеліктері менен ерекшеленеді. Бүгінгі дәрісіміздің мақсаты сол. Бірінші осы мақсатқа қойылатын бірінші сұрақ: көлік қандай жерде қалай жасалады? Екіншісі, осы жасалынған біздің еліміздегі көліктердің жасалынған үрдістерінің тәртібі, оның тәртібі қандай, одан кейін ерекшеліктері қандай? Үшінші сұрағымыз: бұларды жасалып жатқан көліктердің барлығының экспорттық көлік жүйесі, яғни оларды экспортқа шығарған кездегі біздер оны басқа елдерге қандай тәртіппенен жеткіземіз, яғни тасымалдау жүйелері, жобалары, немен тасымалдаймыз, қалай тасымалдаймыз, тасымалдаудың ең тиімді үрдісі, яғни жолы қандай екенін біз бүгін дәрісімізде анықтап білетін боламыз. Олай болатын болса, бірінші сұраққа көшейік. Көліктік жүйенің маңызды жұмыс көрсеткіші болып, оның міндетті түрде жылдамдығы табылады. Мысалы, кейбір көліктер біздің елімізде қандай жылдамдықпен жасалынады? Мысалы, біздер айтып атамыз, оның көлемі жағынан, жылдамдығы жағынан, оның жыл ерекшеліктері жағынан ерекшеленеді деп жатамыз. Осы бойынша олар 3 түрлі топқа бөлінеді. Мысалы, біріншісі пайдаланушылық, орта тобы, одан кейін жолаушы тасымалдауындағы қатынас жылдамдығы деп аталады, одан кейінгісі техникалық жылдамдық деп аталады. Қалаларда жылдамдық міндетті түрде, нормальды түрде, яғни бір жүйеде ғана тіркеледі. Статистика бойынша Қазақстандағы орта жылдамдық 100 шақырым сағатына, 30 шақырым сағатына болады. Яғни ол дегеніміз 100 қашықтықпен өлшенгенде 100-ді көрсетеді. Қарқындылық дегеніміз бұл қалықтық жылу деп аталатын, жылжу деп аталатын сандық көрсеткішпен айқындалуды көрсетеді. Мысалы, қарқындылыққа кейбір жерлерде мысалы көрсетіліп атады, бір жолдың қозғалысындағы бір автокөліктер, яғни жүрген кезде ол жоғары жылдамдықпен жүре ме, жоқ әлде ол терең жылдамдықпен жүре ме, жоқ әлде ол қарқынды жылдамдықпен жүре ме, бұны өздерінің көрсеткіштері көрсетіп айқындап отырады. Енді потенциалдық абсолютті жылдамдық дегендер бар. Бұл да жаңаға түсініктеме бойынша жалпы аталатын жылдамдықтың көрсеткіштеріне белгіленеді. Жалпы алғанда жылжымалы жылдамдық бұл берілген уақыт аралығындағы адамдар тобының бір адамға шаққандағы орын. Енді мысалы жаңағы бұл жерлерде көліктердің, жаңа айтып кеттік, қоғамдық көліктер бар, жаңағы тұтынушының өздерінің жеке көліктері бар, және шыққан өнімдегі, мысалы, кейбір автокөліктер арқылы өнімді тасымалдайтын көліктер деп айтып атамыз. Енді бұл жердегі ең бірінші жаңағы қарастыратынымыз ол жаңағы тұтынушыларға, күнделікті тұтынушы адамдардың санына байланысты көліктер. Бұл көліктердің де өздеріне тән жылдамдық ерекшеліктері бар, өздеріне тән мазмұндары бар, өздеріне тән жаңағы көрсеткіштері бар. Осылардың барлығын айқындалып көрсетіледі. Бұлар тек қана адамды тасымалдайтын, яғни қоғамдық көліктер болып табылады. Енді таратылған қажеттілік бойынша
халықтың бюджетіне, қала жоспарламасына, ауырлық күші мен орталығының орналасуы мен орнына байланысты оларды аталған жағдайларға таратылатын фактілік қажеттілік бар. Яғни бұл фактілік қажеттіліктер, мысалы, біздің Қазақстандағы егерде өзінің жаңағы статистикасына байланысты бөлініп, тұжырымдалып, бекітіліп отырылуы қажет. Таратылған қажеттілік бұл қатынас қиындығына, жаңағы қайтадан сол қойылып кеткен біздің жаңағы еліміздегі қойылып кеткен статистикаға байланысты жаңағы бөлініп, ерекшеленіп отырады. Абсолютті жылжымалы қатынас дегеніміз бұл аталған орын алмастыру төлімдегі адамның уақыт бірлігіндегі келетін бір адамның орын алмастыру саны болып табылады. Жалпы жылжымалық аталған әкімшілік кешендегі барлық халықтық топтарға уақыт бірлігіне байланысты қалалық жолаушы көлігінің тілімдегі орын алмастыру санына байланысты әр салаға, әр орынға бекітіліп отырады. Мысалы, жылжымалық өсу факторлары, мысалы, территориялық орталықтардың кеңеюі, сосын жаңағы құралдардың өсіп өнуіне байланысты, одан кейін жаңағы олардың шығу жағына, мысалы, біздің елімізде отандық өнімдер, жаңағы өзіміздің бюджетімізге байланысты отандық салаларда өндіріліп атқан өнімдер өзіміздің Қазақстандағы шығарылған өнімдер болып табылады. Олар, мысалы, бір сөзбен айтқанда, жаңағы жылжымалықтың құлдырау факторлеріне байланысты болады, қатынас қиындығының өсуіне, байланыс пен ақпарат құралдарының дамуына, содан кейін жаңағы олардың кеткен бүкіл шығындардың барлығына байланысты болады. Бұл біздердің жаңағы отандық өнімдегі көліктердің жасалу тәртібі. Енді мысалы басқа жақтарда шығарылатын, шетелдерде, тмд елдерінде шығарылатын көліктерге келетін болсақ, мысалы Ресейде негізінде жаңағы көлікті өндіріп алып, жаңағы шығарылғаннан кейін оларды біздер жаңағы өздерінің бағаларын, өздерінің талаптарына сай бағаларын бағалап, сапасына және сандық мөлшерліктеріне байланысты біз бұларды экспортқа жібереміз. Енді сол экспорттағы көлік жүйелерінің жаңағы өнімдерді біздің еліміздегі жаңағы экспортқа шығып атқан өнімдер сияқты жаңағы жіберу. Оларды біздер мысалы оларды өздерінің ерекшеліктеріне қарай жібереміз. Мысалы, көптеген көліктермен біз шығарылып атқан товарларды экспортқа шығарамыз. Мысалы, шығарылып атқан товарларға біздер мұнайларды алуымызға болады. Мұнайды, шикі мұнайды, осыларды біздер экспортқа жібереміз. Экспортқа тасымалдаймыз. Олар тасымалдаған кезінде біздер автокөлікпен де тасымалдаймыз, құбыр арқылы да тасымалдаймыз. Содан кейін оларды жаңа ұшақтар арқылы да тасымалдаймыз. Қазақстандағы, мысалы, шетелде негізге мұнай мен газ өндіру кездерінде тұтыну аймақтарынан тым алыс, мысалы, солтүстікте, Сибирьде орналасқандықтан құбыржол көлігінің маңызы өте зор. Қазақстанда көлік жүйесі жұмысындағы құбыр жолы көлігінің үлесі ұдайы өсуде. Мысалы, 95 жылы шамамен оның жүк айналымы 30% болса, ал тасымалдау көлемі 7%-ды құрады. Мұнай мен газ жолдарын қоса есептегенде 6,2 есе жоғары болды. Құбыр жолы жалпы тән көлік түсінігіне толық сәйкес келмейді. Мұнда нақтылы жылжымалы құрам жолы тағы да басқа да жолдармен сәйкес келмейді. Себебі ол тұтынушыға кеткен кезде оларға кететін шығынның көлемі өте жоғары мөлшерде болады. Сондықтан да біздер өздеріміздің жаңағы еліміздегі
өнімнің көбісін далаға, мысалы ТМД-ға экспортқа жіберген кезде біз ол жаққа жіберетін шығынның мөлшері біздерге өте жоғары мөлшерде болып жатыр, яғни 7%-дан 25%-ға дейін жоғары болып жатыр. Енді мысалы жаңағы газды дайындау кезінде, газды дайындау үшін бір-бірімен 200 км арақашықтықта орналасқан, мысалы жаңағы бір нүктеден, мысалы А нүктесіне Б нүктесіне дейін апаратын болатын болсақ, ол жердегі біздерге көлемнің шығыны, көлікке кететін шығын, қай жолмен құралады, қай жолмен жібереміз, қайсысы бізге ыңғайлы, қайсысы бізге тиімді, экономикалық жағынан тиімділігін, оның барлығын анықтап, одан кейін соның барлығын есептеп, одан кейін ғана біздер оны жаңағы жібереміз. Яғни қайсысымен тиімді екен. Егер автокөлікпен тиімді болатын болса, автокөлікпен жібереміз. Егер де жаңағы құбыр жолымен тиімді болатын болса, құбыр жолымен жібереміз. Қазақстандағы шетел, мысалы инвесторларменен бірігіп, мысалы өндіру кезінде басты мәселе бұл экспорттық құбыр жолдарын жобалау болып табылады. Экспорттық құбыр жолдары Қазақстанда, мысалы мұнайдың халықаралық нарыққа шығуын тасымалдау, өзіндік құнның төмендеуін, көлік жүйесінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету керек. Экспорттық, мысалы мұнай құбырында бірнеше варианттардың ішіндегі әртүрлі елдің сарапшыларының талдауы бойынша бірінші орында, мысалы жаңағы Каспий құбырын мысалы алуымызға болады. Ал батыс Қазақстандағы, мысалы дүниежүзіндегі нарыққа шығаратын дербес экспорттық құбыр жолын жаңағы осы Каспий жолы болып табылады екен. Біздерге неге себебі деген, ол жақтарда бізге жаңағы басқа немен жібергеннің орнына бізге осы Каспий арқылы жіберу тиімді екендігін көрсетіп отыр. Мысалы жаңағы басқа елдерге жіберген кездегі, мысалы мына жерде экономикалық тиімділіктің жаңағы пайыз мөлшерін көрсетіп қойған. Мысалы жаңағы Ресейге жіберетін болса, ол жерде бізге 50%-дан 80%-ға дейін экономикалық тиімділіктің тиімсіз екендігін, жарамсыз екендігін көрсетіп отыр. Бұл құбыр жолының алғашқы желісі пайдалануға, яғни жаңа Каспийде айттық, Каспийдің нарыққа шығаратын дербес экспорттық құбыры бізге ең тиімді деп отырмыз. Осылардың тиімді жағы бізге 2001 жылы беріліпті. Бұл жақта құбыр жолы арқылы жылына 28 миллион тонна жаңағы мұнай тасымалдауға болады екен. Яғни ол жерде құбыр арқылы ғана жіберуге болады екен. Ал Атырау, Астрахан, Баку, тағы да басқа жақтарға, мысалы жаңа тасымалдаған кездерде жаңа тасымалдаудың ұшақ түрлерінде, су арқылы кеме түрлерінде қолданысқа алады екен. Ал біздерде автокөлік арқылы тасымалдау өзіміздің жергілікті жеріміздің ішінде, мысалы жаңағы автокөліктер арқылы біздер тасымалдап жатамыз. Кей жерде, мысалы біздердің мұнайларымыз автокөліктер арқылы, мысалы жаңағы Атыраудың перевод заводынан, мысалы жаңағы Павлодардан бар, Атыраудан бар, содан кейін жаңағы басқа да заводтардан осы біздің өзіміздің Қазақстандағы мұнай жаңағы нелерді қамтамасыз етіп отыр екен. Күнделікті жүретін машинелердің жүретін нелерін, жанармайларын қамтамасыз етіп отырады екен. Олар бірақ күнделікті есеппен алғанда ол 80-85% экономикалық тиімділігі жағынан бізге кішкене тиімсіздеу болып келеді екен. Енді біздердің тағы да экономикалық жағынан жаңағы ең тиімдісі біздерде жаңағы басқа маршрут арқылы қайсында жаңа аңғарып көретін болсақ, осы уақытқа дейін жаңағы келісім бойынша шикі мұнайды мына Иран солтүстікке тасымалдау тиімді деп айтып жатыр екен. Олда жол аймақтарының тұтынуына қажетті мұнайдың көлемі жаңағы басқа өңдеу заводтарына қарағанда сол жақта бізге тиімді, экономикалық жағынан тиімді екен. Себебі өзіміздің ішіміздегі мұнай өңдеу заводтары, өзіміздің ішіміздегі Павлодар мен Атыраудағы бірінің сол жақтардың заводтарының жаңа біздің елімізге тасымалдаудың өзінен кішкене экономикалық жағынан тиімсіз
болады екен дағы. Ал экспортқа жіберген мына Иран жақтан келген нелер бізге тасымалдауға өте тиімді болады екен, өте ыңғайлы болады екен де, және экономикасы бізге өте жоғары береді екен. Енді бір жағынан жаңа Иранның барлық территориясынан өтетін мұнай құбыр жолын салу мүмкіндігі шектеулі дейді. Ал екінші жағынан дейді, оңтүстік батыстан келетін заводтарды тасымалдау шығындары бізге жаңағы егерде сол жақпенен тасымалдауды жоғарылататын болсақ, ол жақпен жаңа салғанда шығындары кішкене аз да болса азаяды екен. Себебі деген басқа жақтарға қарағанда шетелдікі бізге кішкене тиімдірек келеді екен. Ал өзімізден шығатын, өзімізден арқылы жаңағы өңделетін, өзіміз арқылы қайтадан беретін болатын болсақ, ол жаңағы кішкене бізге тиімсіздеу болып келеді екен. Себебі шығын мөлшері өте көп мөлшерде шығын болады екен. Қазақстандағы ал мына бұл жаңағы біздерге берілген тасымалдаудың жаңағы құбыр арқылы тиімділігі. Енді өзіміздің келетін жаңағы автокөліктерге келетін болсақ, автокөліктің ішіндегі тиімділері бізге жаңағы осы еліміздегі мына заводтардан шығатын нені, мұнай өңдеу заводтарынан екінші айтамыз ғой, бір точкадан екінші точкаға қарай жеткізу деп, да, мысалы жаңағы А пунктінен Б пунктіне қарай жеткізу болатын болса, осы екі пункттың арасындағы арақашықтықты бірінші өлшейді екенбіз, сол арақашықтыққа кеткен уақытты өлшейді екенбіз, оған кеткен шығынның мөлшерін өлшейді екенбіз, оған ол жердегі жаңағы А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі келетін өнімнің қанша тонна бізге өнім келді, соның барлығын есептеп, оның экономикалық тиімділігін анықтап білеміз екен. Сол кезде ғана барып біздер жаңағы уақытқа байланысты, оған кеткен жанармайдың құнына байланысты, шығынға байланысты барлығын есептеп, соның экономикалық тиімділігін анықтайды екенбіз. Сол кезде ғана барып біздер біздің автокөлікпен тасымалдаудың қандай мөлшерде тиімді екендігін анықтауымызға болады екен. Енді келесі сұрағымыз, яғни енді үшінші сұраққа көшетін болсақ, үшінші сұрақ біздерде көліктерді, мына жерде айтып кеттік, жаңағы үш топқа бөлеміз деп, да. Енді сол үшінші топтағы жылжымалықтың өсуі, мысалы жаңағы ең бірінші айтып кеткеніміз жаңағы қатынас жылдамдығын айтып кеттік, одан кейін жаңағы потенциалды жылжу, ең соңғысы жылжымалы жаңа нені айттық, жылжымалықтың өсу факторы. Жылжымалықтың өсу факторы, бұл жылжымалықтың да өсу факторы біздің еліміздегі жаңағы автокөліктердің шығару несіне байланысты, шығару үрдісіне байланысты. Мысалы жаңағы өзімізде автокөліктердің өзімізде шығатын түрі қайсысы? Мысалы жаңағы Өскемендегі шығып атқан автокөліктер. Олар Өскемендегі шығып атқан автокөліктер, бұлардың бізге өсуі, олардың қанша пайыз, қанша мөлшердегі біздің елімізден шығатындығы, жылына қанша мөлшерде сатылатындығы, және сол автокөліктерге кететін жаңағы шығынның мөлшері, осылардың барлығы мына жылжымалықтың өсу факторына жатады. Қанша сұраныс бар? Енді сол жылжымалықтың өсудің факторының ең біріншісі көліктің тарифтерінің азаюы, жылжымалықтың құлдырау факторлері, қатынас қиындығының өсуі, байланыс және ақпарат құралдарының дамуы. Міне осылардың барлығы осы факторлерге байланысты болады екен. Бұның ішіндегі жаңағы мына көліктерге тапсырыс бар ма, жоқ па, бұлар тиімді ме, біздің еліміздегі шығып атқан осы адамдардың тұтынуына келе ме, қанша мөлшерде келетін болса, қанша пайызда біздің осы отандық өнімді қазақстандықтар пайдаланып жатыр, пайдаланса неше пайыз? Егерде ол көлікке сұраныс көп болатын болса, оның өсу факторлары жоғары болатын болса, біздің елімізде жаңағы автокөліктердің
жаңа айтып кеттік, жаңағы жылжымалықтың өсу факторы өте жоғары деңгейде болады дедік. Енді осыған байланысты жаңағы жылжымалықтардың негізгі мақсаты жаңағы мынандай топтарға бөлінеді. Еңбек жылжымалықтардың тұрғылықты жерінен, егерде біздердің осы Қазақстанымызда шығып жатқан жаңағы көліктеріміздің жылжымалықтың өсу факторы жоғары болатын болса, ол жерде жаңағы бірнеше адамдарды жұмыспен қамту, олардың жаңағы өсу факторлерінің жоғарылауы, қатынас жылдамдығының өсуі, байланыс және ақпарат құралдарының дамуы, осылардың барлығы осы біздің сұраныс көп болатын болса, осы біздің көлігіміздің жаңағы несіне тиімді болады. Енді осы бүгінгі тақырып бойынша, яғни жаңағы еліміздегі және басқа да елдердегі жаңағы автокөліктердің қолдану, олардың ерекшеліктері, содан кейін жаңа біздердің еліміздегі осы көліктердің шығарылған өнімдерді, яғни басқа да елге, басқа да экспортқа шығару жөнінде, содан кейін жаңағы жылжымалықтың өсу факторлері жөніндегі сұрақтарды қарастырдық. Бүгінгі дәрісіміз осымен тәмамданды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.